Сәлем оқушылар, бүгін 1-ші сынып математика оқулығынан 10-ші сабақты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 5-ке дейін санау. Бірінші есеп. 2, 3, 4, 5 сандарының құрамын айт дейді. Екінші 1 қосылған 1, 3-тікі 1 қосылған 2, 2 қосылған 1, 4-тікі 1 қосылған 3, 2 қосылған 2, 3 қосылған 1. 5-тікі 1 қосылған 4, 2 қосылған 3, 3 қосылған 2, 4 қосылған 1. Екінші есеп. Ауызша есепте кез келген 4 мысалды жаз дейді. 3 қосылған 1 тең 4, 3 қосылған 2 тең 5. 5 алынған 1 тең 4, 4 алынған 2 тең 2. Үшінші есеп. Сюжет бойынша мысалдар құрастыр және жаз. 4 қосылған 1 тең 5, 3 қосылған 2 тең 5, 2 қосылған 1 қосылған 2 тең 5, 1 қосылған 4 тең 5, 2 қосылған 3 тең 5, 1 қосылған 2 қосылған 2 тең 5 деп жазамыз. Төртінші есеп. 5 қарындашты бос 2 қаламсауытқа сал. Әр қаламсауытта неше қарындаштан болуы мүмкін? 5 тең 1 қосылған 4, яғни біреуіне 1 саламыз. 1 қарындаш аламыз, екіншісіне 4 қарындаш саламыз. 5 тең 2 қосылған 3, 5 тең 3 қосылған 2, 5 тең 4 қосылған 1 деп жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.